Тұрыңдар. Саламатсыздар ма, студенттер? Саламатсыз! Жайғасың. Турал Сайман. Айналдар. Сабақ. Сабақ бүгін кіріктірілген, интеграцияланған, яғни сабақ теорияны тәжірибемен, сызбамен, шебермен қатар алып жүреміз. Сабақтың тақырыбын жазыңдар. Үш фаздық асинхронды қозғалтқышта тікелей қосу. Бұл бастадық. Самат керек. Самат. Стендке кім шығады? Тоқтар. Нұркен. Асинхронды қозғалтқышты қосуда негізгі қызмет атқарушы элементтер. Жазыңдар. Үш фазды асинхронды қозғалтқыш. Неге асинхронды? Кім жауап бере алады? Жауап, ешқайсысынан жоқ па? Бірінші сұрақ. Демек, бүгін 5 алатын ешқайсысын жоқ. Бірінші сұраққа бәріне тұрап ал. Асинхронды. Яғни ротор мен статорында айнала қозғалып отыратын екі магнит өрісі бірдей жүрмейді. Яғни статордағы магнит өрісі үнемі алға қарай шауып өтіп отырады. Ротордағы магнит өрісі соған ілесе айналады. Түсінікті ме? Синхронды бір-біріне сәйкес емес. Айналу жиілігі бір-біріне сәйкес емес. Сондықтан синхронды емес, яғни асинхронды. Жазып алыңдар. Асинхронды. Ротор мен статорындағы екі магнит ағымы айналу жиілігі бірдей болмағандықтан сере синхронды емес. Және сере асинхронды. Қазір теориялық жағын айтылаймыз. Келесі. Не? Тікелей жалғанатын. Мотор мынау. Үш фаздық. Жалғайтын элемент не еді? Кәдімгі заттарды тікелей топқа жалғайтын басын не деп атайтын? Розет. Бұл да міне розет. Үш фазы. Штепсельді розет. Неше электрод? Себеп? Үш фаза, бір нөл, жерге жалғау. Енді асинхронды қозғалтқышты
Tikeyle жалғау. Штепсельді розет не үшін керек? Мотор қосып. Жылдам қосып, жылдам ажырату үшін. Болмаса сыммен сымды жалғап изолентімен орап қойса да болады. Дұрыс па? Жылдам қосып, жылдам ажырату үшін. Және қалай қауіпсіз? Сыртында емес. Нені қоршап тұр? Жалғаған кезде оландай Электродты қолдан қоршаулап тұратын корпусы, конструкциясы. Үш фаздағы штепсель розет бір фаздықтан не айырмашылығы бар? Бұл трех фаз. Яғни мына 5 электрод басқа бір тесіктерге кіріп кетпейді. Өздерінің орны. Заземление, жер, электродар жуан. Осы жуандығымен басқа фазаға кіріп кете алмайды. Жуан электрод тек земляға барады. Қалған 4-5 өз орнына сәйкес түседі. Бұл қарапайым, ең оңай жолы. Бірақ қорғаныс жоқ. Тек қосып айтатқанда қорғаныс бар, ал мынаның мотор іштей, болмаса өткізгіш бойында қысқа тұйықталу болса, қорғаныс жоқ. Қорғанысты қайда аламыз? Автомат толық атауы? Автоматтық сөндіргіш. Başka nedir? Üç faz. Bir fazı. Buna iki üç faz. Başka nedir? Amper. Şimdi stent arqılı жұмыс істейміз. Стенд розет арқылы қосылды. Бірінші неге келеді? Ең негізгі қорытпа. Қорек көзі автомат. Үш фазға автомат. Үш фазға автоматтан Тез, үш. Жылдам. Енді мына жерде үзілген магниттік қосқыштың үш контакты арқылы қосылады. Бірақ біз линияның екінші ұшын тікелей моторға баратын үш электродқа тікелей жалғай саламыз. Мұнда жолда тек ажыратып тұрған автомат қана қалады. Жылдам. Кейлексін жалғай берсін. Енді жалғау кезінде параллель жалғау міндетті. Сымды бір-бірімен айқастырып, орап, өріп жатпаңдар. Сымды дуалды жатқызғанда да, жүргізгенде де, бұрғанда да барлығын параллель орналастыру керек. Вертикаль немесе горизонталь. Мынау басы болса көшір. Автоматтың негізгі қызметі не? Автомат Қосып ажырату. Және не үшін оның қорғаныс дейміз? Қандай деңгейде қорғаныс жасай алады? егер замыкание болатын болса. Қандай замыкание? Екі топ бір-біріне бір-біріне кезде өз Фаза мен 0 тиген кезде автомат өзінен Иә. Фаза мен болса, фаза мен 0 тікелей жалғанып қалған кезде топ қандай шамада болады?
Үлкен шамада тоқтап. Үлкен шамада, өте үлкен жағдайға секіреді. Бірден үлкен тоқ жей бастайды. Сонда ғана бұл автомат. Ал жолда адам тоққа түспасашы, автомат сезбейді. Ол үшін не қояды? Дифференциалды УЗО, устройство защитного учения. Так, енді тікелей жауап қойғандардың алдында келесі автоматтан кейін нелер арқылы қосамыз? Магниттік қосқыш. Магниттік қосқыштың өзін қосу үшін не бар? Іске қосу және тоқтату батырмалары. Магниттік қосқыш ток жүретін екі бөлігі болады. Қай бөліктері? 380 екі жағында да жүруі мүмкін. Қандай жағдайда? Жоғарыдағы контакттер, және астындағы айырмашылығы неде? Айырмашылығы неде? Жоғарыдағы контакттар мен астындағы контакт. Дима, различие в магнитном пускателе. Верхние контакты и нижние провода. Катушки внутри. Для чего было? Они обозначаются разными именами. Первичные, вторичные. Қайсы бірінші? Қайсы екінші? Үстіңгі бірінші. Екінші. Үстіндегі бірінші не қызмет атқарады? қосу. Нені? Моторды. Яғни негізгі күштің жүретін жолын көпірді тікелей қосып береді. Ал енді сол көпірді басқару астындағы екінші инеға катушкаға қаншалық кернеу беру мүмкін? Айта бер. Астына қанша кернеу беруіміз мүмкін? 380. Қалай 380 шығарамыз? Үш фаз арқылы. Мұның астына катушкаға бірден 3 фаз береміз ба? Жоқ. Схемада магнитный пускательге қаш? 8. Міне басқаруға фаз берілген. Неше тұр? 2. Екі фаздың арасында 380. Демек, екі фаз бұған жеткілікті. Үшінші фаздың қажеті жоқ. Түсінікті ма? Ал 220 болғанда ше? 220 Не? Біреуі 0 мен біреуі фаз бен. Расында магнитті қосқыштан кейін бірден жалғанады. Термореле. Не істейді? Қызған кезде сөндіреді. Термо, жылу. Ажырату кезінде болады. Енді қосу жолдарын қарастырамыз. Қолдарыңа схема таратылған. Сызба таратылған. Сызбасы. Бұл кәдімгі принциптік және монтаждық, тікелей монтаждық сызбасы.
220 boy. Tak. Fazadan. S fazasından Stop. quvvat aldık. Birinchi ne turadi? Stop. Stop turadi. Ne uchun? Ne uchun stop birinchi turadi? Kelgan to'xtaganda o'zlari Ardınдағы бүкіл басқарылатын жүйені bir stop бәрі бірдей тоқтатады. Ал стопты баспай, короткий замыкание болғанда не өшіреді? Термалелия болады, өшіреді. Так, қосыңдар. Мынау стоп сұлбада тек қосылатын екі нүктесі ғана көрсетілген, ал бұл элементтің өзі жоғарыда тұр. Стоп. Түсінікті ма? Енді екі клеммасын жалғастырамыз. Жазыңдар. Стоп батырмасының қызметі. Конспекттеп өз сөздерімен бір қатар. Стоп батырмасы не үшін қажет? Келесі сызба бойынша іске қосу. пуст батырмасы. Маған қараңдар, мынау өткізгіштер міндетті түрде параллель болу керек. Өрілмеген, бір-біріне айқаспаған. Түсініктер ме? Өткізгіштерді жалғау, шупты жалғау, сымдарды тартуда басты принцип. Бір-біріне параллель жатқызу, үстіне жатқызып қоймау. Себебі салмақты зат үстіне басып қалатын болса, бір сым екінші сымға қиыла бастайды. Уақыт өте, ток басады, тозады, ақыр тиісіп қалады. Түсінікті ме? Сондықтан параллель міндетті түрде. Енді стоп жалғадық. Пуст батырмасына қуат бердік. Енді қараңдар. Пустты басамыз. Кейінгі жақтары қосылмаған, мыналар қосылмаған. Кейін мынаған питание бермегенсің. Магниттік қосқыштың басқару бөлігіне, катушкасына питание берілмеген. Параллель ма? Параллель. Бір сымды екі нүктеге тік болған жоқсыздар ма? Жоқ. A1'ді A1'ге, A2'ні A2'ге қатастырмамыз. Қосылды ма? Енді Автомат. қой жібер. Өшіп бар. Пустты бастық, қалай өшіресің? Магниттік қосқыштың катушкасына орамына ток кепті басқан кезде кеп тұр, өшірген кезде өшіп тұр. Енді үнемі магниттік қосқыш үш фазды жалғап тұру үшін не қызмет атқарады? Астындағы қосымша жүйе. Так, бірінші сымды толық баратын жермен жалғап алып. Кейін екінші сымды жалғап. Пустты бастық, қой жібердік. Магниттік қосқышты қосымша жүйе ұстап тұр. Бұл тек бір-ақ бағытта айналдыру сұлбасы, асинхронды қозғалтқышты тікелей қосу. Болмаса қасына қосылып жазылады. Реверсивсіз. Жазыңдар. Сұлбаны қасына қыстырып алыңдар.
Болмаса сұлбаның астына жазып қой. Асинхрондық 3 фаздық асинхрондық қозғалтқышта тікелей реверсивсіз жалғау сұлбасы. Жоқ дейме. Так, астына сөздікке. Реверс. Жақшан ішіне версия. Қозғалтқыштың айналдыру мүмкіншіліктері, жағдайлары. Сағат тілімен, болмаса сағат тіліне қарсы, алға, артқа, жоғары, төмен. Реверс, ремонт деген сияқты. Қайтадан, болмаса өзгертіп, түрлендіріп дегенге келеді. Қайтадан, ауыстырып, ремонт сияқты. Монтаж, ремонт, демонтаж. Қайтадан, өзгертіп. Реверс болса, моторда екі жаққа да айналдыра алатын сұлба схема. Реверсивсіз болса, моторда қозғалтқышты тек бір-ақ бағытта айналдырады. Бағытын өзгертуі мүмкін. Айда қозғалтқыштың төбесіндегі клеммаларында фазаларын, сымдарын орнына ауыстырсаң, кері қарай бағыт өзгереді. Бірақ схема реверсті емес. Тек клеммаларын өзін қолдан ауыстыруына тура келеді. Так, енді мотор айналып тұр. Осы жұмыс кезінде қысқа тұйықталу болмады. Термореле ажыратпады. Түсінікті ме? Адам тоққа түсіп атқанша, бірақ автомат сезбеді. Түсінікті ме? Жалғыз байқалмайтын нәрсе осы. Енді стоп. Бүкіл басқару жүйесін фазаның басында жолының ең бас жағында тұрған стоп нүктесі толықтай шауып алып тастайды. Анау екі фаза ұстап қалған адамды қалай құтқару керек еді? Балтаны алып, балтаға не болу керек? Сабағаштан және құрғақ болу керек. Су ағаш табуға бірге жабысып жатқан. Әр фазаны жеке-жеке шабасында балтаның ұшы мынандай ай балта болып, үш фазаға бірдей салмаңдар. Анау құтылады, сен жабысып қаласың, түсінікті ме? Болмаса ай балта екеуінің ортасына түсіп қалады, қырқылған фазаның басымен аяғын жалғап тұра береді, сен де бірге билеп тұра бересің. Түсінікті ме? Әр фазаны жеке-жеке шапқан сияқты, стопта фазаның басынан сол үзіп береді. Осымен болды. Енді түсінікті бекіту үшін бүкіл шуттардың бәрін шығар. Түбінен ұста. Сым шық кезеді. Қанша уақытымыз қалды? Енді бүкіл сұлбаны сендер дикциямен айтып отырасың. Болмаса бірге жалғастырамыз. Сұлба қалай болу керек, қалай жалғасады, қайшу, жалғану тәртіптері. Бүгінгі сабақта негізгі қатысатын элементтер. Қандай мотор? Қандай? Асинхрондық қозғалтқыш. Фазасы асинхрондық қозғалтқыш. Мақсат, берген. Мына жерде киловаттын тапшы. Бізде? 2880. Ой! Киловатт деген жерімізде.
Var. %0.37. 0.37. Kilovatı 0.37. Buған кернеу келіп атқаны 0,4, 0,38 киловольт. Сонда мынау қанша ампер болған? 1 1 ампер болған. 1 амперлік 3 фаздық асинхронды қозғалыс. Рахмет. Сенің жарты бағаңды мынау алды 3. Саған қалған жеті, да? Қозғалтқыштың қосып ажыратуға ыңғайлысы кейін екінші элемент не? Розет. Розет. Қандай розет? 3 fazlı. 3 фаздық. Бұл тікелей жалғаған кезде, жүйеге тікелей жалған, ешқандай қорғаныс жоқ. Қысқа тұйықталу болса өзімен көр. Кабелдің үйіндегі бүкіл сыбақтың астындағы кабелің кетеді, моторың кетеді. Өзің кетесің. Келесі қалай жалғайды? Қандай автомат? Не бұл автомат? Қозғалтқышты стендке жалғадық. Стенд электр желісіне жалғанған. Автоматтың бас жағына бірден кернеу келіп тұр. Енді автоматтан ары қарай қайда жалғаймыз? Қосқышқа. Автоматтың астындағы клеммаларды қайда жалғаймыз? Тікелей Абырмен астыға неге моторға жалғайды. Motorga. Жалғанды. Так, сен екеуің отыр. Келесі. Жалғамағанда жалғасын. Кез, кім? Bulaşıklarında Батыр. Жаңа басынан кетпей қоймын ғой. 3 өткізгіш шуттармен тез ал. Ала бер, келе бер, болады. Санаудың қажеті жоқ. Қалай жалғаймыз? Бір. Сразу екінші клемма. Тоқта, мынаны. Сақанса жалғап ал. Бол, меха қоя бер. Мынаны қосып қояды. Мұрат, сен шетке тұр. Отыр. Ана, тосып қойбасын аттарға көрме. Отыр. Міне, өткізгіштер параллель, бір-біріне орамай, арасынан, астынан өріп жатпай. Міндетті түрде. Кембиді өткізгіштер қайда қосылғанын тексерген кезде бәрі анық болады. Егер өріп тастасаңдар, бір сым екіншісіне өріліп жатады да, мына сымның басы қайда барғанын тауымай қаласың. Жолда ажыратып тұрған тек автомат. Қош. Бұл тек автомат арқылы қосу. Енді магниттік қосқыш арқылы олжын сұлбаның басынан кіргіземіз. Батыр. Қойшы. Тез. Отыра бер. Мұрат. Жылдан. Батыр сен ана шуттар алып кет. Ал. Екі шуб ал пока. Қалған батыр алып кетті. Сұлбаның, так, шетімен, қырымен тұр, қарасын. Сұлбаның басында бірінші элемент не? Стоп. Тоқта, надан. Стоп. Екінші бас. Так, келесі элемент. Жоғарда. Судан. Туз.
So'sin magnitik qo'zg'ichning o'ramini ajaqdan bosib keyin beri olib ketgan. Sebebi sızma жүрісі bo'yicha istaydi kerak. Ma'qul. Mana sınlar paralel, bir-birine o'rnagan, tak. Kelesisin. Ya. Şundan. Mana yerdagi suyreti magnitli qo'zg'ichning basında. Mana suvalar x1 x2. Mana yerdagi 3 kontakt. Keley avtomatdan kelетін 3 sim magnitli qo'zg'ichning basındagi Бұлай орнатылады. Термалели автоматтан кейін орнатылады. Түсінікті ме? Автомат, то есть магниттік қосқыштан кейін орнатылады. Автоматтан келген 3% жалғанады. Кейін артынша термалели арқылы термалелиден 3% шығып, мотордың клеммаларына. Motorun özüne tikelim. Ya. Жалғанды. Buna екі клемманы 95-96 нүктелерден магниттік қосқышты астын үстін әлі толық ажырату тақырыбын өтпедік. ішін жіктеп қарастырам бұл кезде астындағы қазір 95-96 нүктелер деген сол кезде өтеміз. Болды. Қосып көрді. Қосқышпен қосылды. Ya өшіп қалады. Bir kere stop'a dalgalanacak hala. Стоп жалғанды. Көмекші магниттік қосқышты ұстап қалатын. Жалғанды. Qanday kemshiligi bo'ldi? Hozir so'nggi harakatda nega kemshilik jasadlar? Ayaqdan qo'ydi. Yo'q. Qo'sh ayaqdan nima ayaqdan nima? Ayaqdan. Yeksin bir-birini Ayaqdan. Hadi. Mana kichkina ayqas bor. Qiraya egishni o'tkazdi. Tak, jani. Ular qo'shib жатқан кезде avtomatni o'chirmadi. Avtomat so'ng yo'l qo'sib qolib ketdi. Қауіпсіздік ережесі. Ya. Avtomatni o'chirib, klemmalarni jalab, alde bu klemma basında plasmасы астының бәрі o'tkazishning bari art жағында. So'nggi qo'shgan кезде avtomat qo'shilmadi. Себебі avtomat qo'shilib turgan edi. So'nggi tiriklaring xavfning ostida bo'ldi. Tushundingmi? Bo'ldi, rahmat. Bevas. Bugün. Tak, eng qarapayın narsa. Uydagi o'tkazgichni de kez kelgan zatni o'chirgan кезде simdan ustab, o'rsidagi jilqini tortqanday tortmay,
розеттің басынан мықтап ұстап, түбінен суырасыңдар. Әйтпесе, розеттен су жұлып аласың, ол ит жалаңдап келіп мойныңа тиеді, сосын өзің билейсің. Себебі мотордың, қозғалтқыштың орамының өзінде қалдық ток қалады. Ол ток барады, артқа қайтуы да мүмкін. Түсінікті ма? Телевизорда да сондай баяғы үлкен телевизорлардың қауіпі сода. Біз арт лампысы тимей қалады, басқа қалады. Шешіп алатынымыз, сосын артын жақпайтын. Сөйтіп, әйелдердің шпилькісін бала келіп тығып кетеді, сен шпилькін алам дейсің. Сөйтіп, конденсаторлары болады, орамдары болады, ода мощный ток болады. Ал адамның жылыны негізі миымен басқарылмай резко жаңағы қорғаныс жағдайында өте үлкен қуатқа ие. Ол бар жағдай, анау шпилькіні алам деп, қол тиіп кетіп, телевизорда лақтырған адамдар бар дейді. Дәу, телевизорға өтіреді дейді. Ал оны бір қолмен былай лақтырады. Өзі қалай болған құдай біледі. Түсінікті ма? Кез келген өткізгіштің басын аман сақтап, қазір сен қозғатып қоясың. Кейін қайттан қосып атқанда, өзің түсесің, мектепке киімін үтіктеп атқан балаң түседі. Түсінікті ма? Оны жазбадыңдар, оны неғып жазбайсыңдар? Қауіпсіздік ережелері. Сымды тарту кезінде параллель. Бірінші клемманы бастап, екінші клемманы жалғап болғаннан кейін барып, екінші линияны жалғау. Оны жазыңдар. Өткізгішті суыру, жалғау. Оны жазыңдар. Сен қазір айтасың, деп, ертең, біз бұны өтпегенбіз. Ана баяғыдағы мультфильм болады сіздерде. Антошка деп. Олар жауап береді. А мы это не проходили, а нам это не задавали деп. Соңында тамақ жеуге келгенде қасығын көтеріп келеді. Мақсат, Нұркеннен қалған екі бағаңды екі сұраққа жауап беріп, бірісіне 3-ке, кейінгісіне 4-ке кішкен жақындатып алдың. Ке аласың бағаң. Тексерілмей жазылмады. Стендте жұмыс істегендер. Кім? Тағай Нұркен, айтсаңдаршы. Боранбаев Тоқтар. Аттарды түсіндірсе аттарын жоқ па? Кей? Мұрат. Ирисмат Батыржан. Жауап бергендер. Рысқұлбек Абдуәл Басит, кейін Мақсат. шығып жауап беріп жүріп, соңға 4 алған. Тілебай Мақсат. Тағай Нұркен. Бұл соңғы кездегі бағалаудың жаңа түрлері. Мұғалім емес, группаның өзінен, өзі баға берсін. Ешке жауап берді, шықты ма, шықпады ма, кім шықты? Рамазанда айтпады. Себебі халық біледі. Рамазан жауап бермеді. Оны ешкім естіпеді. Рамазан бүгін баға алмайды. Қанша уақыт болды? Болды, осымен бүгіндікке сабақ бітті. Құрал жабдықтарын жинай берсеңдер болады. 15 минуттық үзіліске дайындалыңдар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.
Енді біз конференцияға дайындалайық. Жоқ, қорытындылайды кейін. Олардың сұрақтарын Сендер тез жылдам. 12:17. Біз қазір онлайндағы отырған кісілермен хабарласамыздар, сіздер. Әріптестерден талқылау сұраймыз ба онлайндағы? Неше гол жатыр? 9-8 oldu. 8 gol жалғап жатыр екен. Aynen son grupta. Үшеуі 11 gol іш. Сайыста былтыр 13 қатысқан тұғынбыз. Және екі колледж онлайн урок өтіп отыр екен, Кентаудың гуманитарлық Кентаудың колледжінің өзі. Содан кейін қалғандар енді сұрақтарыңыз болса неға тұрсыз? Араға өтпейсіз? Жақындап ала бересіздер ма? Сен қазір конференцияға да камераға жақын отырайық. Семинарымызда не бар? Қазір осыдан кейін сұрақ жауаптар сабаққа қатысты болса, мына жаққа жақындап келе беріңіз. Бірінші қатарға өтеміз. Камераға жақындап. Көрмейді. Көрмейді? Мына жаққа көріңіз. Ağaylar görmüyor mu? Көрінеді. Сұрақтарыңыз болса. Саламатсыздар ма онлайн отырған әріптестер, мына қонаққа келген әріптестер. Өткен жылы дәл осы сабақты өткен кезінде біріншіден онлайн шыға алмадым, екіншіден шықтым, бірақ видеозапись болмады. Одан кейін сабақ бітіргеніме Құдайға шүкір деп бір құтылған адамдай бірден видеоны өшіріп тастаппын. Ол кезде талқылауға мұрша бермеппін, себебі былтыр онлайн сабақтың басында жүріп кеткен едім. Сол кемшілікті қайттан толықтырамыз деп, сіздерден осы сабақ жайлы ойларыңыз білсек, талқылау білдірсеңіздер. Естіліп жатыр ма сіздерге? Бәрі микрофондарын өшіп тастаған. Барлығыңыз микрофондарыңыз өшіп қой. Естіліп тұр, иә дейді 23 Осы сабақ жайлы ой айтсаңыздар, себебі біздер әдістемелік кабинетке есеп ретінде оны беруіміз керек болады. Бағана. Kimde okulda? İstanbul'da. Söz өтті, практика жүрсінде балдары көрсетілді. Рахмет, ойларыңызға жақсы. Бұл да сабақтың кішке бір қатар болса да сабақ талқылауға кіреді. Және менің WhatsApp-ма номерім 8-705-169-72-80. Мүмкін болса сабақ талдау формасына салып, өтілген сабақ,
мақсаттары, мақсатыма жеттім ба жоқ па, қандай ойларыңыз бар, бір параққа түсіріп электронды жіберсеңіздер, болмаса суретке жазылған, бір параққа қолмен жазылған болса да суретке түсіріп жіберсеңіздер болады. Тіптен ырза болатын едік. Сендерде не бар ма? Динамик қана ма? Иә, динамик қосылып тұр. Сөйлесе естіледі ғой. Иә, дыбысы шығып тұр. Сіздердің дауыстарыңыз бізге естіледі. Егер микрофон қосып сөйлесеңіздер, мына келіп тұрған құзыреттілік орталығынан, көрші колледждерден қонақтарымыз қарап отыр. Сіздердің дауыстарыңызды естіп қуанып та қалатын ек бір жағы. Енді сенен басқа Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыз ба, Мәжит ағай? Мына сабақты жаңадан қарап отырып, шамалы басына үлгермей қалдық, өйткені кішкене техникалық проблемалар болды. Жалпы сабақ керемет болды, практикалық көрсетілді. Жаңағыдай стендпен жұмыс істеді, стендте қосып үлгерді балдар. Бір сабақтың ішінде, практика жүзінде. Тек енді бір минус деп айтсам, енді минус емес ол. Камерантта стендті көрсеткеніңізде керемет болар еді. Біз ол стендті бізде көрер едік дегендей жалғап жатқанда. Атак сабақ керемет өтті. Иә. Мына камераны оператор етіп бұрып. Жоқ, ана былай дұрыстап көрмей отырсыз тұрған кезде. Сол оператор барып көрсеткенде дейді. Операторлық қозғалыс болмаса мен тұрып қалдым, ол да кемшілік. Кемшілік емес, жалпы келесі онлайн сабаққа өтеміз ғой енді Құдай қаласа. Құзыреттілік орталықтары. Соларға да бір замечание болса, кішігірім камераны қимылдатып, жаңа процессті көретіндей қылып. Бұл да онлайн сабақ жүргізудің бір дәстүрі, мәдениеті, техникалық реттілігі, дұрыс ол да. Рахмет. Енді мүмкін болса, осы ағайлардан да талқылауын сұрай берсек. енді сабақтың өтілуі барысы өте жақсы. Еліне балаларға өз басында микрофон ала беретін ше? Есіне береді. Алыстау ала. Ол камера ғой, ода емес қой, микрофон Спикерфонда ма? Спикерфонда ғой. Енді мәдениеттің біліктілік жағына ешқандай нем жоқ. Күмәнім жоқ, сабақ өтті. Практикалық сабақ қой. Бұл сабақ интеграцияланған түрге бейімдедік, яғни теорияны практикамен бірден қатар, басынан аяғына шейін. Енді алда келген осы курсқа дайындық бұл жүргізіліп жатыр, бірақ ескеріп отыратын нәрсе осы курста тапсырмаларды біз сабаққа теория жүзіне, практика жүзіне араластыруымыз керек. Сосын Россияда қолға алып демонстрациялық емтихан деген. Мысалы олар диплом қорғаудан толық бас тартылады. Диплом қорғау емес, диплом жұмыстың орнына бітіруші адамға демонстрациялық емтихан, осы курстың тапсырмаларын береді, орындап береді. Сол сияқты осындай элементтерін күнделікті сабаққа кіргізсек, тек қана қатысып қоймай, өздерінің алған тәжірибеміз күнделікті сабаққа кіргізсек. Мына жерде көріп отырмын, фотореле, басқа қолданып үйреніп жатқандар. Сол бағытта қозғалып деп ойлаймын. Ол жағынан дұрыс қолдаймын. Осы сабақта өтті. Рахмет. Ерген. Енді бізде бұндай істердің сабақтарымызға алғаш рет келіп отырмыз. Сабақ жақсы өтті. Артында отырып, мен алыстау болса да, артында отырып бақылап отырдық. Бұл жерде жаңағы сіздердің бір жақсы жері стенділеріңізде реверсивті жанлауды жаңағыдай жеңілдетіп қойған екенсіздер да. Жаңағыдай шуттарды тығып, балаға безопасность жағында жақсы қаралған екен. Былайша сабақ жақсы өтті. Рахмет. Мына құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Мына бүгінгі онлайн сабақтың
басты мақсаты оқушыларға навык дейді ғой, навык жеткізу, компетенция дейді, мына білімін арттыруына үлкен септігін қосты деп санаймын, және де толық сеніммен айта аламын. Және де мына Аманжолов Мәжит ағайымызға үлкен рахмет, алғыс. Осындай білікті, тәжірибелі, өзінің білімімен бүкіл облысымызға колледждермен бөлісіп жатқандығына, алдағы уақытта да бағанағы Дастан ағайымыз айтып өтті ғой, бізде көргіміз келді, басқаларынан көрініп қалды деп. Ол оқулықтарды басқа колледждерде алда онлайн сабақтар өтіліп, сол онлайн сабақтарды ескерілсе, барлықтарыңыз көріп отқан шығарсыздар. Бүгінгі сабақ өз межесіне ойланған ойына толық 100% жетті деп санаймыз. Рахмет. Жақсы, әріптестер, енді түспесе семинар жалғастыру. мүмкін болса, әріптестер қазір кетпей тұрып, біраз жалықпай тұрып, келесі жоспарлағанымыз семинар болатын. Сол семинарға көшсек, семинардың біз Бардәулет ағай жоспары бар тұғын, сол жоспар бойынша мынандай регламентпен жұмыс істесек.